Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге витаминге бай, өте дәмді ноқат пен ловиядан қосып сорпа дайындайтын боламын. Менімен бірге болып видеомды соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, қоңырауды басып қоюды ұмытпаңыздар. Бізге керекті сұйық май, оливковый май, әркім өз таңдауы. Оған сиырдың қабырға сүйектері. Енді бұл жерде қойдың етімен де жасауға болады, тауықтың етімен де жасауға болады. Үйлеріңізде қандай ет бар, жасай беріңіздер. Қандай ет бұл жерде маңызды емес ет. Оған керекті бір жуамызды турап, етімізбенен жақсылап қуырамыз қызарғанша. Етімізді жақсылап қуырған соң, етімізге туралған сәбізімізді саламыз. Сәбіз ұнатпайтындар сәбіз салмаса да болады. Бір үлкен сәбіздің жартысын турап салдым мен. Ендігіде етімізді сәбізбенен жақсылап қуырып, туралған бір қызанағымызды саламыз. Қызанақты да жақсылап етпенен қызартып қуырып аламыз. Келесіде дәмдеуіштер саламыз. Бұл жерде 2 түрлі паприка, қара бұрыш, тұз. Бұл жерде енді үйлеріңізде паприка болмаса салмасаңыздар да болады. Мен 2 түрлі паприка салдым. Келесіде 1 қасық томатымызды саламыз. Томатымызды жақсылап етпенен қызартып қуырамыз. Қуырылған етіміздің үстіне қайнап тұрған 1 шайнек суымызды құямыз. Бұл жерде енді қайнаған суды көбірек құю керек, өйткені бұл сүйек 2 сағат, 2,5-3 сағат қайнауы тиіс. Етіміздің маңызы шыққанша пісіреміз. Ет суы азайған жағдайда тағы да үстіне қайнаған су құюға болады. Келесіде 2 сағат, 1 сағат бұрын суда жібітіп қойған ноқатымызды саламыз. Ноқаттың да әртүрлісі болады. Тез пісетіні, ұзақ қайнап пісетіні. Өйткені ноқатты қатты түрін түнде суға жібітіп қойсаңыздар болады. Енді 1 сағат қайнаған сорпамыздың үстіне мен 50 граммдай ловия ақ фасоль салдым. Енді мен бүгін сорпаны дәнді дақылдармен жасап жатырмын. Енді ловиямызды 1 сағаттай тағы да қайнатамыз. Келесіде 1-2 ас қасық күріш салып жердім. Күріш салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Неке тамағымыз дайын болды, өте дәмді. Бұл сорпаны тоңазытқышқа ұзақ сақтауға да болады. Астарыңыз дәмді болсын. Осы менің жасалуыменен сорпаны жасасаңыздар, өте дәмді шығады.